Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Сіздермен бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Ақсу аудандық филиалының меңгерушісі Торғын Мұратқызы Шермуханова. Бүгінгі біздің тақырып ауа райы туралы фактілер. Грамматикалық тақырып ауыспалы келер шақ. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Алдың күні, келесі аптада, бүрсі күні, боран, жел, жыл мезгілі, жаз, көктем, күз, қыс, қар, жаңбыр, жау, соғу, келесі, оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, орталық, бұршақ, күн сәулесі, ылғал, найзағай. Бірінші тапсырма. Оқыңыз. Ауа райы туралы фактілер. Ең ыстық күн 1922 жылы 13 қыркүйекте Ливияда болды. Ауа температурасы +58 градус болды. Ең көп күн сәулесі Юмаға түседі. Ол Аризона штатында орналасқан. Bir жылда 4000 сағат күн болады екен. 1986 жылы 14 сәуірде Бангладеш қаласында ең үлкен бұршақ жауды. Бір бұршақ бір келі болды. Сол күні 92 адам қайтыс болған. Ең аз күн сәулесі оңтүстік полюске түседі. Bir жылда 182 күн болады екен. Ең төменгі ауа температурасы Антарктикада 1983 жылы 21 шілдеде болды. Ауа температурасы -89 градус болды. Ауа райы ең ылғалды жер Үндістан. Себебі жауын көп жауады. 1887 жылы 28 қаңтарда Мантона штатында ең қалың қар жауды. Қар қалыңдығы 40 сантиметр болды. Әлем бойынша бір жылда миллион рет найзағай жарқылдайды екен. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Ең төмен ауа температурасы қай мезгілде және қайда болды? Күз мезгілінде қай елде күн ыстық болды? 92 адам неден қайтыс болды? Қашан және қай елде? 40 сантиметр қар қай мезгілде және қайда жауды? Үндістанның ауа райы қандай? Тексеріңіз. Антарктикада шілде айында болған. Ауа температурасы -89 градус болды. Ең ыстық күн 1922 жылы 13 қыркүйекте Ливияда болды. 92 адам бұршақтан қайтыс болды. 1986 жылы 14 сәуірде Бангладеш қаласында. Қыс мезгілінде Мантона штатында. Үндістан ең ылғалды. Ауыспалы келер шақ. Ауыспалы келер шақ іс-қимылдың алдағы уақытта болатындығын білдіреді. Іс-қимылдың болашақта орындалатындығы ертең, бүрсі күні, кешке, келесі жылы,
алдағы аптада және тағы да басқа сөздер арқылы нақтыланады. Мысалы, мен ертең тауға шығамын. Ол бүрсігүні қалаға келеді. Сен келесі аптада ауылға барасың ба? Ауыспалы келер шақтың болымсыз түрі ма, ме, па, пе, ба, бе қосымшалар арқылы жасалады. Мысалы, мен ертең жұмысқа бармаймын. Олар ертең келмейді. Үшінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойыңыз. Тексеріңіз. Мен шығамын, аламын, жұмыс істеймін. Сен барасың, келесің, шығасың, аласың, жұмыс істейсің. Сіз барасыз, келесіз, шығасыз, аласыз, жұмыс істейсіз. Ол барады, келеді, тұрады, шығады, алады, жұмыс істейді, жетті. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді ауыспалы келер шаққа ауыстырыңыз. Тексеріңіз. Жаңбыр жауды. Жаңбыр жауады. Жел соқты. Жел соғады. Күн ыстық болды. Күн ыстық болады. Ауа температурасы -40 градусқа жетті. Ауа температурасы -40 градусқа жетеді. Сіз тауға шықтыңыз. Сіз тауға шығасыз. Мақпал келді. Мақпал келеді. Бесінші тапсырма. Сұрақтарға болымсыз түрде жауап беріңіз. Тексеріңіз. Ертең жаңбыр жауа ма? Жоқ, ертең жаңбыр жаумайды. Бүгін боран соға ма? Жоқ, бүгін боран соқпайды. Ол ертең жұмысқа бара ма? Жоқ, ол ертең жұмысқа бармайды. Сіз бүрсігүні базарға барасыз ба? Жоқ, бүрсігүні базарға бармаймын. Сен ертең шаңғы тебесің бе? Жоқ, ертең шаңғы теппеймін. Асқар таңертең келе ме? Жоқ, Асқар таңертең келмейді. Үй тапсырмасы. Туған жеріңіздің 4 мезгілдегі ауа райын сипаттап жазыңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.